Сәлеметсіздер, көрермендер, каналыма тіркелушілер, жаңадан қосылып жатқан көрермендер. Бүгін сіздерге мен юбка гүлі туралы, юбка деп қояды, міне қараңыздар. Юбка штамп дейді. Юбка штамп. Бұл юбка деп аталады аты. Қадабой аты негізі бұл бақыт гүлі деп аталады. Бақыт гүлі деп неге аталады? Себебі мынандай қатты ағаштан бұл өзі осылай жап-жасыл болып жапырақтарын шығарып өсіре береді. Бұл юбка гүлін таңдадым. Міне қараңыздар, бүршіктері бірнешеу барын таңдадым. Бұдан осыдан ары қарай қалай алып кететін маған қызық болып жатыр. И мына жерде достаточно нормально өсіп қапты. Бірақ мына ослабленный сыртындағысы. Бұл өзі былай айтқанда, қазақшалап айтқанда, бұл қамысқа ұқсайды, бірақ бұл гүлдейтін гүлдердің қатарына жатады. Негізі мына жерде қазір бір жапырағы сарғайыпты, соны төмен кішкене жақындатып кесіп тастаймыз. Бұл юбка гүлі брызгать еткен жақсы көрмейді. Ешқандай ештеңе сеппейсіздер. Мына жағы жұмсарып кетеді. Жапырағын себудің қажеті жоқ. Көріп тұрсыздар, жапырағы мындай қамыстың жапырағына ұқсайды. И осыны былай тряпкамен сүртіп отырасыздар, болды, бар болғаны. Не үшін бақыт гүлі деп аталатынын айттым. Бұл аңыз бар, осы палканың қолына жас жігіт бір қызға ғашық болып қалады. Сол қызды ғашық болады, және әкесі бермей қояды. Әкесі бір условиямен берем деп айтады. Берген кезде осындай қолына бір таяқты беріп, осыдан сен бір чудо жаса. Яғни осыдан бір жапырақ шығаратын болсаң, мен саған қызымды берем дейді. Естественно, содан жігіт жерге келіп шығара алмаймын деп ойлап, жерге келіп былай тығып жүреді, топыраққа оны алады да қатты жылап жас ағады жерге, мына таяққа. Вот сол кезде осы жас аққан жерінен осындай бутондар шыққан деген легенда бар. Сол үшін бұл бақыт гүлі деп аталады. Мына жақтағы гүлі осы үлкен сияқты болып, мынада бірақ түсіп қалған сияқты, қайтадан шығарай деп жатыр екен. Көреміз. Мынаны смоламен құйып тастайды осылай магазиндерде. Себебі бұл декоративный гүлдерге жатады. Енді үйде қалай жасайтыны бұл мағанда практика болайын деп тұр. Осындай бір керемет гүл алып көрейін дедім. Осындай қағазы бар екен. Юбка деп аталады аты. Бақыт гүлі міне осылайнан өседі. Және бұл гүлдейді. Колокольчик қоңырау сияқты гүлдері аппақ, төмен қарап отырып гүлдейді. Енді домашний условияда гүлдемейді негізі. Бірақ гүлдететіндер бар шығар. Мен енді іздеп көрмедім расында, потому что мені бұны бір кісінің үйінен көріп, қызығып алдым, бірақ ол кісінің үйінде де гүлдемей тұрған етін. Сонымен бұны магазиннен әкелдік, қазір пересадка жасаймыз. Қараңыздар, міне осылай горшогын алып тастаймыз, жеңіл алынады. Бұл гүл қатты тамырын бүйтіп шығарып керек емес. Астына қарасаңыздар, тамыры жақсы. Шіріп кеткен тамыр өзі қап-қара болады. Кешіріңіздер, қазір 1 минут. Шіріп кеткен тамыры қатты қарайып кетеді. Бұл қараймаған нормально бодрый тамыр. Енді прям мен капать етіп, бұны бүйтіп прям көсінен алмайым, себебі тамырлары сынып неғып кетуі мүмкін. Енді алып көруге тырысам, міне көрдіңіздер ме, тырсылдап уже тамыры сынып жатыр. Еще бұның тамыры, міне қараңыздар, горшогы тар болып үстіне қарай шығып кеткен ғой былай. Андай, как орхидеяның тамырлары сияқты. Кішкене енді бүйтіп не көрейін. Сухости өте жақсы көреді, топырағы. Доллар гүлі сияқты мынандай шөлейтті, неде өте жақсы өзін сезінеді. Осылай құрғап кеткен ғой, бұл оған қорқынышты жағдай емес. Ойбай, құрғатып алсаң өліп қалады деген гүлдердің қатарына жатпайды. Қанша құрғатсаңыз да өлмейді. Бұл осындай құрғақтыққа жақсы төтеп беретін гүлдердің қатарына. Енді до конца алмаймын, осындай кішкене былай алып, осы топырағымен отырғыза салуға тырысайын деп тұрмын. Неге? Себебі қараңыздар, мынандай тамырлары жоғары қарай шығып кеткен ғой. Бұны енді түбінен алатын болсақ, қазір бұл тамырлары сынып кететін болады. Бұл гүл горшок таңдамайды, пластмасс, керамика, өздеріңіз білесіздер, кезден горшокты ала берсеңіздер болады. Өзінің горшогына 2 есе үлкен горшокқа отырғызайын деп жатырмыз, себебі бұл жақсы алып кетеді. Алдымыз жаз, өзінің горшок осындай кішкентай, мына горшок 2 есе үлкен. Алдында көрсеткен менің каналымда бар, Зетта магазиннен алған скидкамен жүріп жатырған горшоктар.
үштен бір бөлігіне тас және керамзитті араластырып салдым, дренаж ретінде болсын деп. Міне үшке бөлсеңіздер, горшокты үштен бір бөлігіне керамзит тас салдым, және де міне универсальный топырақты осылайына кішкене яма жасайсыздар, шұңқыр. Үстіп кішкене жан-жағына алып, себебі мынандай болып тұр да, міне тамыры. Міне осылайынан отырғызып, тамыр ішіне қарай кетсін деп, кішкене былай скручивать етіп, бұрап жатырмын. Көріп тұрсыздар, астында керамзит бар. Тамырын сыртқа шығармай, осылай кішкене жатқызамыз. Горшокқа қарай жақсы алып кетсін деп. Бұл гүл құрғақтықты да және влажностьте жақсы көреді, және де күн сәулесін жақсы көреді. Яғни күн сәулесі жақсы түсетін терезеңізге қоясыз. Енді прям ожог болмау керек. Жаздың күні 25 градусқа дейін ыстық күнді көтере алады. Одан қатты ысып кететін болса, күніңіз солай терезеге түсетін болса, онда кішкене бетіне марлы, болмаса терезеңізді көлегейлеп жауып қоясыз. Чульмен ба, білмеймін, гүлдің бетін чульмен жағасыз ба, терезеңізді қараңғылайсыз ба, сондай жағдай жасайсыз. Өте жақсы өсет, каприздің гүлдерге жатпайды, декоративный гүлдерге жатады. Удобрение, декоративный гүлдерге арналған удобрение бересіздер. Осылай жан-жағына көрініп жатыр деген үміттен, осылай барлық жаңа шығып тұрған тамырлардың барлығын астына қарай осылайынан салып көміп тастау керексіздер. Не осылай өзінен көлемінен, горшогың көлемінен 2 есе үлкен горшокке отырғызасыздар. Осындай қатты кустан өсет кез келген юка ағашы. Осылай. Және де бұл юка ағашын ешқандай жаңағыдай неге гниль болмас үшін жиі суарудың қажеті жоқ. Суаруы аптасына бір-ақ рет суарасыздар. Ыстық күні болып жатқан жағдайда ғана аптасына 2 рет. И то онда да толық құрғағанын күтесіздер. Себебі толық құрғамайынша суара беретін болсаңыздар, тамыры шірейді. Шірігеннен кейін мына стволы, мына ағашы жұмсақ болып бұрап босап кетеді. Сосын жапырақтары сарғаяды, естественно. Сөйтіп гүлдеріңізді өлтіріп алуларыңыз мүмкін. Сол себепті қатты шылқылдатып суарудың қажеті жоқ. Обильно бір суарып қойсаңыздар, қатты бір рет шылқылдатып суарсаңыздар, сол құрғағанша күту керексіздер. Қазір енді тамыры өте қатты құрғап тұр, суды қажет етеді. Сол үшін отырғызғаннан кейін суара беремін. Және де брызгать етпеймін. Жапырақтарын тазалап, таза мақтаға, жылы суға мақтаны салып, мақтамен сүртіп қоямын. Болды. Деткаларын көрдіңіздер. Міне, деткалар беріп жатыр. Міне, осындай. Мына бір жапырағын түсейін деп тұрсын. Даже түсіп қалды да. Міне, қараңыздар. 1, 2, 3, 4. Үлкенімен 5. Көрініп тұр деген ойдамын. Өте проблемный гүл емес, бақыт алып келетін гүл. Яғни бақыт гүлі деп аталады юка гүлі. Және ерекшелігі осындай стволда жасыл жапырақтармен, осылай өсуімен декоративный сәндік гүл ретінде ұсынылған, және елдер осылай өсіреді. Ерекшелігінің алдыда тағы да атросканы қалай алады, тағы да қалай өсіп жатыр, ерекше тұстары қандай ерекшелікпен ерекшеленеді, не жағдайда. Мен мысалы күн жақсы түсетін терезем бар, прямой түсетін күн батыс жақта емес, күн шығыс жағындағы терезем бар. Сол жаққа салып бір уақыт қадағалап көрем. Бүгін обильный қазір суарам, полный прям тамыры су ішкенше қайта-қайта үстінен құйып, және міне жапырақтары кішкене осылайынан кір болып тұр, жапырақтарын сүртемін. Міне жапырақтарын сүртемін. Сонымен болды. Бұл да қатты бір жаңағыдай проблемный гүл емес, бірақ та өте не гүл, қалай айтады, өмір сүйгіш гүл. Сол үшін да бұны бақыт гүлі деп атайды. Неге өмір сүйгіш гүл деп айтып жатырмын? Себебі міне қараңыздар. Мынандай қатты діңгектен осындай бүршікті атып шығарып, мына вообще қабық кәдімгі, ағаштың қабығы сияқты қатты болып тұрады. Мына қабық кәдімгі ағаштың. Ағаш қабық қой енді былай айтқанда. Содан кәдімгіде осындай бутондар шығарып,
өмір сүруге өте талпынады. Сосын көңіл күй сыйлайтын гүл деп атайды. Себебі мынандай шашырап, өстіп, мынандай радостный болып, былай шашыраған кезде пальманың нелер сияқты бүйтіп тастап, былай бүйтіп ашылып, күшті болып өседі. Негізі. Қазір енді менде бірақ ствол ғой, мынаны бірақ не өсіп тұр ғой, мына жақта келе жатыр. И мынау бұрынғы міне түсіп қалған. Негізі 3 куст екен өзінің старый бұрынғысы. Одан кейін міне тағы да келе жатыр. Енді осылардың жағдайын жасасақ, алдыда қалай болатынын сіздерге көрсетіп отырамын. Юканы міне осылай магазиннен сатып алып келгеннен кейін пересадкасын міне өзінің горшогына 2 есе үлкен горшокқа отырғызасыздар. Ол бір. Суарған кезде аптасына 1 рет суарасыздар. Ол 2. Брызгать еткен жақсы көрмейді. Суды сеппейсіздер мүлде, ағашына да, жапырағына да. Және күнді жақсы көреді. 25 градусқа дейін ыстықты өзі көтере алады. Құрғақтықты жақсы көреді. Құрғақ прям бір жаққа барып, гүліңізді суаруды ұмытып кетіп жатсаңыз, топырағы қаншалықты құрғап кетсе де құрғақтықты жақсы көтереді. Одан кейін қатты шылқылдатып суармайсыздар. Тамыры тез шіруге бейім өсімдіктердің, гүлдердің бірі. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарийларыңыз қалдырып, тіркелмеген көрермендер менің каналыма тіркеліп өтіңіздер. Себебі мен гүлдерімді коллекция жинап жатырмын. Бірге барлығына тәжірибе жасап жатыр. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналымда өте көптеген дәндерге арналған, декоративный гүлдерге арналған бөлме гүлдері көп. Және де оған тәжірибе жасап жатырмын. Тәжірибем нәтижесіз емес. Қарап өтсеңіздер болады видеоларымды бір-бір. Егер сенімді болып жатсаңыздар, менімен бірге болғыларыңыз келсе, онда каналыма тіркеліп өтіңіздер. Және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің жаңадан жасаған видеоларымды жіберіп алмас үшін. Сонымен келесі видеомда, жақсы видеомда кездескенше сау болыңыздар.